келешек ұрпақты бәрібір қазақ айтқан ерді ер тәрбиелеу керек. Қазір бізде жаңа сіз айтқан дүниені мен өзім таба алам, баланы өзім асырай алам деген кез келген қарындасымыз әке бола алмайтынын түсіну керек. Әкенің сұсы, әкенің басқасын айтпағанда үйдегі аяқ киімінің өзінен, бір үйге кіргенде еркектің аяқ киімін көргенде бәрібір аяқ тартасыз. Бұл үйдің отағасы бар екен дейді. Әйелді отанасы дейміз. Сондықтан біздің осыны пайдалана отыра ең бірінші бала тәрбиесі емес, әркім өзін тәрбиелеу керек. Келешекті ойлау керек. Біліңіздер, сіздің балаңыз елдің баласы. Ел үшін туылған ол. Ел үшін өмір сүреді, ел үшін жан береді. Сол елдің баласы қылып тәрбиелеу керек. Әйтпесе бір қазан ошақтың маңайынан шықпағандай болмау керек. Және осы жерде өмір болғаннан кейін әртүрлі жағдай болады. Біреумен тіл табыса алмайды. Бірақ тұрмыстан ажыраған қыз баланы аяққа баспау керек. Өмір қандай болатын әркімдікі әрқалай. Десе де әйелдің ері қасында болса, абыройы басында болады деген қазақ. Бір сұсты адамы бар деп есептейді. Сондықтан біздің қарындастарымыз бала тәрбиесінде, ұл тәрбиесінде әсіресе ер азаматқа сүйенгені бұл үлкен дәреже болады.